Қазақ қашанда әйел затына құрметпен қараған. Әйел бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетеді деп бекер айтпаған. Дегенмен көпті көрген қариялар, әйелдің бәрі бірдей емес. Мінезі мен ниетіне қарай төртке бөлінеді деп отыратын. Бұл кемсіту емес, өмірден алынған ащы шындық. Ақсақалдар айтқан сол төрт түрге тоқталайық. Бірінші, ақылды, сабырлы әйел. Бұл үйдің берекесі. Күйеуінің абыройын асырып, жоқ жітігін бүтіндей білетін жан. Ерінің қатесін елге таратпай, түзетуге тырысатын. Қариялар мұндай әйел жайлы, жақсы әйел еркектің бағы, жаман әйел сорын айналады деп айтқан. Ақылды әйел ашуын ақылға жеңдіреді. Бір күндік реніш үшін отбасын ойрандамайды. Бала тәрбиесін бірінші орынға қояды. Мұндай әйел бар үйде дау көп тұрмайды, береке кетпейді. Екінші, үндемей жүгін көтеретін төзімді әйел. Бұл әйел көбіне көзге көрінбейді, бірақ ауырды арқалап жүрген осы. Күйеуі шаршаса да, ренжісе де, менікі дұрыс деп айқайламайды, іштен тынады, сабыр сақтайды. Қариялар бұған қарап, үндемегеннің үні терең дейтін. Алайда бұл әйелдің бір қауіпті тұсы бар. Тым көп үнсіздік жүректегі шерге айналуы мүмкін. Сол себепті мұндай жанды бағалау, қадірін білу ердің міндеті. Үшінші, өзін ғана ойлайтын әйел. Бұл әйелге ең маңыздысы өзінің көңілі, өзінің айтқаны. Күйеуінің жағдайы, бала-шағаның қамы екінші орында. Үнемі салыстырады. Пәленшенің күйеуі, түгеншенің өмірі, қанағат жоқ. Ата-бабамыз мұндай мінезге қанағатсыз қарын тоймайды деп баға берген. Мұндай әйел бар жерде тыныштық сирек болады. Дегенмен бұның да түзелетін жолы бар. Егер жүрегінде иман, ниетінде өзгеру болса. Төртіншісі, міне ең қауіптісі, іріткі салатын тілі у әйел. Қариялар дәл осыдан аулақ бол деген. Бұл әйелдің басты қаруы тілі. Үйдің ішінде, сырттыда сөзбен бұзады. Күйеуін ата-анасынан, туыстарынан бездіреді. Елге жамандап, ерін қадірсіз қылады. Өзінікі дұрыс болмаса да, өзгені жаман қылып көрсетеді. Ата-бабамыз бекер айтпаған. Жаман әйел еркектің басына біткен бәле. Отты үрлесе өшіресің, сөзді үрлесе өсіресің. Мұндай әйел бар үйде сыйластық жоғалады, бала екі жүзді болып өседі, еркек өзіне сенімін жоғалтады. Қариялар бұл мінез түзелуі қиын, себебі ол өзін ешқашан кінәлі санамайды деп отыратын. Өмірлік ескерту. Бұл сөздердің бәрі әйелді жамандау үшін емес, қайта ер мен әйел екеуіне де ой салу үшін айтылған. Әйелдің мінезі үйдің айнасы деп бекер айтпаған. Үй ішіндегі береке де, берекесіздік те көбіне әйелдің сөзі мен ісінен байқалады. Сол себепті бұрынғы үлкендер келін түскенде ең алдымен оның тіліне, үлкенге деген құрметіне, сабырына назар аударған. Мінез түзелмесе, тағдыр түзелмейді. Көпті көрген ақсақалдардың айтуынша, кейбір әйел уақыт өте келе өзгеремін деп уәде береді. Бірақ шын мәнінде өзгеріс тек сөзде қалып қояды. Себебі мінез уақытша ашу емес, адамның ішкі болмысы. Адамның мінезі 7 жаста қалыптасады деген сөз бар. Сондықтан іріткі салатын әйелдің мінезі көбіне бала күннен сіңген болады. Сөз тасу, өсек айту, өзгені жамандау арқылы өзін биік көрсету. Қариялар мұндай жағдайда ер адамға жар таңдауда жүрекке емес, ақылға жүгін деп ескерткен. Үй ішіндегі сөздің салмағы. Ескі көз қариялар үйдің ішінде айтылған сөз қабырғаға сіңеді дейтін. Анасының әкесін жамандағанын естіп өскен бала еркекке құрметсіз болады. Өз әкесін әлсіз санайды. Ертең өз отбасында да сол мінезді қайталайды. Сол үшін аталарымыз
Әкені сыйламаған ұл елге сыймайды. Анасын тыңдамаған қыз төрге шықпайды деп қатты айтқан. Ірткі салатын әйел ең әуелі баланың санасын улайды. Бұл қариялар ең көп күйінетін шындық. Еркектің де жауапкершілігі бар. Дана қарттар бір нәрсені жиі ескерткен. Жаман мінез тек әйелден емес, кейде еркектің әлсіздігінен күшейеді. Ер адам сөзінде тұрмаса, уәдесін орындамаса, отбасының тірегінде бола алмаса, әйелдің мінезі де қатая түседі. Сондықтан еркек түзелсе, әйел де түзеледі деген сөз қалған. Бірақ қариялар бір шекараны нақты белгілеп кеткен. Әдепсіз сөзге, туысқа қарсы айдап салуға, балаға жаман тәрбие беруге ешқашан көз жұмуға болмайды. Неке тек сезім емес. Бұрынғылар үйленуді екі жастың ісі деп емес, екі әулеттің аманаты деп қараған. Сол үшін қыздың анасына қара, ұлын аларда әкесіне қара деген. Себебі мінез қанмен емес, көргенмен беріледі. Қариялар айтқан тағы бір шындық бар. Жар таңдауда сыртқы көрік алдыңғы орында тұрса, кейін мінез алдыңнан шығады. Сол кезде неге бұрын байқамадым деу кеш болады. Жаман мінез бір күнде шықпайды. Ол әуелі ұсақ түйектен басталады дейтін. Басында елеусіз көрінетін қылықтар уақыт өте келе үлкен дау-жанжалға айналады. Мысалы, ондай әйел күйеуінің сөзіне үнемі күмәнмен қарайды. Ата-ененің айтқанын жақтырмай, сыртынан сынайды. Үйдегі әңгімені сыртқа шығарып біреуге жағынуды әдетке айналдырады. Өз қатесін мойындамай, бәріне өзгелерді кінәлайды. Қариялар мұны көрсе, сөз тасқан үйде ырыс тұрмайды деп түйген. Туыс пен жұртты алыстату ең ауыр күнә. Ескі көздер ең қауіпті белгі ретінде мынаны айтқан. Әйел ерін туған туысынан суытса, бұл отбасының іргесі сөгіле бастағаны. Бұрынғы ақсақалдар ағайыннан безген азады, туысынан түңілген тозады деп бекер ескертпеген. Ондай әйел сен үшін бәрін құрбан еттім деп айтқанымен, шын мәнінде ерді жалғыз қалдырады. Жалғыз қалған еркек әлсірейді, ал әлсіреген ерге сыртқы бәле оңай жабысады. Көп қариялар өткен өміріне көз жүгіртіп отырып, бір өкінішті сөзді жиі айтатын. Жаман әйелмен өткізген 30 жыл, жауға кеткен 30 жылмен тең екен. Бұл сөздің астарында қаншама үнсіз күйік жұтылған көз жасы жатыр. Олар баласынан айырылғанын, бауырынан суынғанын, өз қадірін жоғалтқанын кейін барып түсінген. Сол үшін жастарға алдыңды ойламасаң, артыңнан өкініш ереді деп ескерту қалдырған. Бала айна, ана қалып. Қариялар тәрбиеде әкені тірек, ананы қалып деп санаған. Ана қандай болса, баланың тілі де, жүрегі де соған ұқсап қалыптасады. Ірткі салатын әйел тәрбиелеген бала өтірікке бейім болады, екі жүзді сөйлейді, үлкенге қарсы жауап беруді қалыпта санайды. Сонда аталарымыз, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деп ащы да болса шындықты айтқан. Жақсылықты да, жамандықты да үйрететін әйел. Қариялардың айтуынша әйел бір үйдің ішін ғана емес, бүтін бір әулеттің бағытын өзгерте алады. Бір ауыз жылы сөзімен ерін көтереді, бір ауыз у сөзімен еңсесін езеді. Сондықтан бұрынғы үлкендер келінге бата бергенде, тілің тас жармасын, үйіңнен ұрыс кетпесін деп тілеген. Бұл сырт көзге жай бата емес, терең өмірлік аманат. Неге кей еркектер бәрін біле тұра үндемей жүре береді? Бұл сұрақты қариялар өздеріне де, өзгеге де көп қойған. Көп жағдайда еркек балалар үшін ел не дейді, уақыт өте түзелер деген оймен сабыр сақтайды. Қариялар мұны түсінген, бірақ бір шекараны нақты айтқан. Сабыр ердің сәні, бірақ сабырдың да шегі бар. Егер сабыр қорлыққа айналса, ол енді сабыр емес,
өзіңді жоғалту. Үндемей жүре берген ер бір күні өз сөзінде, өз орнында жоғалтады. Сол кезде әйелдің тілі одан сайын батылданады. Төзім мен әлсіздіктің арасы. Көпті көрген ақсақалдар төзімділік пен әлсіздікті шатастырмауды үйреткен. Төзім отбасы үшін, береке үшін керек. Ал әлсіздік жаман мінезге жол беру. Олар айтатын: бір рет кешір, адамшылық, екі рет кешір, даналық, ал үшінші рет көз жұму ақымақтық. Ірткі салатын мінезге әр жолы көз жұмған сайын ол мінез күшейе береді. Себебі тыйым көрмеген сөз шектен асады. Қариялар айтқан тоқтайтын жер. Ескі көздер бәріне шыда демеген. Керісінше үш нәрсеге келгенде тоқтау керек екенін ашық айтқан. Туысқа қарсы айдап салса, балаға әкені жек көргізсе, үйдің ішін күнде жанжалға айналдырса. Осындайда қариялар отты баспасаң үйді өртейді деп еркектің өз орнын, өз сөзін табуын талап еткен. Жаман мінездің арты жалғыздық. Көп әйел уақытында тоқтамай, кейін жалғыз қалған. Мұны қариялар талай көрген. Күйеуі шаршап алыстайды, балалары суынады, туыс-туған сырт айналады. Ақылда ел не істейді? Қариялар ақылда елдің бір белгісін ерекше атап өткен. Ол өз тілін өзі тәрбиелейді. Ақылда ел ренжіссе де артық сөз айтпайды. Ашуланса да ертеңіне ұялмайтындай сөйлейді. Баласының көзінше әкесінің беделін түсірмейді. Сондықтан ақылда ел ерінің қорғаны деген сөз қалған. Бұл сөздер кімге арналған? Қариялар мұны тек еркекке емес, әйелге де қарата айтқан. Өзіңді тану түзелудің басы деген. Әйел адам бір сәт ойланып, мен үйге тыныштық әкеліп жүрмін бе? Әлде сөзіммен салмақ салып жүрмін бе деп өзіне сұрақ қойса, бұл үлкен қадам. Өзін өзі тәрбиелемеген әйел өз үйінің сынағы. Қариялар бір шындықты ашып айтатын. Адамға ең қиын тәрбие өз-өзін тәрбиелеу. Ірткі салатын мінездің түп тамыры көбіне осы жерде жатады. Әйел сырттан кінә іздейді, бірақ өз сөзіне, өз ниетіне үңілмейді. Ақсақалдар өз мінезін жеңе алмаған, өз үйін де жеңе алмайды дейтін. Мұндай әйел көбіне өзін ақтап алуға шебер. Мен осылай болмасам, мені басып кетеді. Айтпасам ешкім тыңдамайды. Шындығын ғана айтып жүрмін дейді. Ал қариялар бұған шындықты да шоқпар қылып ұрсаң, жау табасың деп жауап берген. Келін болып түскен үй сынақ мектебі. Бұрынғы қазақ келінді қонақ деп емес, аманат деп қабылдаған. Сол үшін анасы қызына ұзатып жатып, барған жеріңе тас бол, батсаң да шықпа деп үйреткен. Бұл қорлыққа көн деген сөз емес. Бұл сабыр мен ақылдың мектебінен өт дегені. Келін болып барған үйіңде ірткі салған қызды бұрынғылар қатты сөккен. Себебі бір үйдің ішін бұзу, бір әулеттің тынышын алу деген сөз. Сөзбен жара салу, қолмен ұрғаннан ауыр. Қариялар физикалық соққыдан бұрын тілмен жасалған жарадан қорыққан. Себебі тән жарасы жазылады, ал сөз жарасы жылдар бойы кетпейді. Сол үшін тіл сүйексіз, бірақ сүйекті сындырады деп бекер айтпаған. Ірткі салатын әйел бір ауыз сөзбен еркектің намысын өшіреді. Баланың әкесіне деген сенімін сындырады. Ата-ененің жүрегін жаралайды. Ал кейін бәрі қирағанда сол сөздердің салмағын өзі де көтере алмай қалады. Қариялар неге батада тілді бірінші тілеген? Ескі баталардың астарына үңілсең, алдымен тілге тоқталады. Аузыңнан ақ сөз кетпесін, тіліңнен тауып, тіліңнен жоғалма. Себебі қариялар білген, үйдің бағы да, соры да көбіне әйелдің аузында. Ақылды әйел сол батаны жүрегіне тоқиды, ал ірткі салатын әйел батаның өзінде дауға айналдырады. Уақыт бәрін ашып береді. Қариялар өмірдің бір заңын жиі айтқан. Уақыт ең әділ төреші.
Жылдар өте сабырлы әйелдің қадірі артады. Сөзге тоқтамайтын әйелдің маңы босайды. Жастықта менікі дұрыс деген мінез кәрілікте жалғыздыққа айналатынын көп адам кеш түсінеді. Сол кезде айналада кінәлайтын ешкім қалмайды. Ананың сөзі баланың бағыты. Қариялар баланың болашағын болжағанда әкеден бұрын анасына қараған. Себебі бала күнде еститін сөз өмір бойы санасында қалады. Сол үшін жақсы ана жақсы ұрпақтың бастауы деген. Ал іріткі салатын сөзбен өскен бала ертең жарын сыйламайды, сабырды білмейді, дауды өмірдің бір бөлігі деп қабылдайды. Келін мен ененің арасы ақылдың таразысы. Көп қариялар ене мен келіннің арасы екі әйелдің емес, екі мінездің майданы деп айтқан. Ақылды әйел бұл майданды соғысқа айналдырмайды. Ал іріткі салатын әйел отты өзі тұтатады. Бұрынғы ене келінге қарап, сабырын, тілін, үлкенге деген ықыласын байқаған. Ал келін енесіне қарап, кешірімін, кеңдігін, артық сөзден тыйыла білетінін өлшеген. Сол үшін аталарымыз ене мектебі, келін шәкірті деген. Бірақ шәкірт ұстазын жамандап, сыртқа сөз тасыса, ол үйде береке ұзақ тұрмайды. Ақылды әйелдің ең үлкен жеңісі. Қариялардан қалған бір ғибрат бар. Ақылды әйел ешқашан айғаймен жеңбейді. Ол ерін елдің көзінше төмендетпейді. Ата-ананың алдында сөзге келмейді. Ашуын кейінге қалдырады. Сол үшін ақыл айғаймен айтылса, ақыл болмайды деп үйреткен. Ақылды әйел жеңіске ұмтылмайды, тыныштыққа ұмтылады. Ал тыныштық бар жерде үй де сақталады, бала да аман өседі. Іріткі салатын мінездің тағы бір қауіпті қыры. Қариялар ерекше сақтандырған тағы бір жайт бар. Ондай әйел көбіне өзгенің бақытын көре алмайды. Біреудің қуанышын ішінен қабылдамайды. Неге мен емес деген сұрақпен өмір сүреді. Сонда ақсақалдар көре алмаушылық жүректегі құрт деген. Бұл мінез уақыт өте келе үйдің ішіне де сіңеді. Балаларды салыстырып өседі, қанағатты білмейді. Ал қанағат кетсе, шүкір де кетеді. Ердің қадірі қашан кетеді? Қариялар айтқан ауыр шындықтың бірі, еркектің қадірі сырттан емес, көбіне үйден кетеді. Үйде қадірі қалмаған ерді сырттағы жұрт та сыйламайды. Себебі еркекті ел емес, ең алдымен әйел өсіреді. Іріткі салатын әйел ерін өзі кішірейтеді де, кейін неге мені ешкім сыйламайды деп налиды. Бұл қариялар көп көрген тағдыр. Кәрілікте бәрі айқындалады. Жастықта сөз өтімді, мінез өткір көрінуі мүмкін. Бірақ қартайғанда бәрі өзгереді. Сол кезде сабырлы әйелдің қасында бала шағасы жиналады. Тілі у әйелдің қасында үнсіздік қалады. Қариялар мұны көріп, жастықта мінезіңді тәрбиелемесең, кәрілікте тағдыр сені тәрбиелейді деп күрсінген. Өсиет сөз соңғы емес, тірі аманат. Бұл айтылғандардың бәрі біреуді айыптау үшін емес, ойлану үшін. Қариялар әр сөзін болмасаңда ұқсап бақ деген ниетпен қалдырған. Себебі әйел түзелсе, бір үй емес, бір әулет түзеледі. Ал іріткі салатын мінезге ерте тоқтамаса, ол мінез бір адамның емес, талай ұрпақтың жолына ұрлатады. Қызға айтылған соңғы аманаттар. Қариялар қызын ұзатарда көп сөз сөйлемеген, бірақ аз сөздің ішіне көп мағына сыйдырған. Сол аманаттарда бір ортақ өзек бар. Тіл мен ниет. Қызым, барған жеріңде өзіңде емес, сөзіңді күзет деген сөз бекер қалмаған. Себебі қариялар білген, әйелдің басына келген сынақтың көбі тілінен басталады. Ашу үстінде айтылған бір ауыз сөз жылдар бойы жиналған сыйластықты жояды. Қайта қалпына келмейтін сызат қалдырады. Сондықтан аналар қыздарына сөзіңді жұтып қалсаң, өзіңді сақтайсың деп үйреткен. Әйелдің
бір ауыз сөзі ерді қалай көтереді? Көпті көрген қариялар еркектің күшін білектен емес, үйдегі қолдаудан іздеген. Ердің еңсесін көтеретін де, еңкейтетін де әйелдің сөзі. Ақылды әйел, сен істей алмайсың демейді. Басқалардан кемсің деп бетіне баспайды. Қателігін ел алдында емес, оңаша айтады. Сондықтан еркекке демеу болған әйел үйдің тірегі деген. Қариялар талай ерді көрген. Сыртта батыр, үйде мүсәпір. Ол батырды мүсәпір қылған таяқ емес, сөз. Ірткі салатын мінез қалай тағдырға айналады? Алдымен ол мінез, кейін әдет, соңында тағдыр. Қариялар өмірді осылай түсіндірген. Басында мен осылаймын, мені осылай қабылда деген сөздер айтылады. Уақыт өте келе сол, осылай деген мінез күйеудің сабырын тауысады. Баланың жүрегін қатайтады, туыстың арасына салқындық салады. Сонда аталарымыз мінез адамның екінші тағдыры деп бекер айтпаған. Үйдің тыныштығы үлкен байлық. Қариялар үшін байлық мал емес, тыныш таң болған. Ұрыссыз оянған күн, ауыр сөзсіз батқан кеш, соның өзі бақыт деп санаған. Сол үшін ұрыс тұрған үйде ырыс тұрмайды деген сөз ұрпақтан ұрпаққа қалған. Ірткі салатын әйел сол байлықтың қадірін кеш түсінеді. Ал ақылды әйел сол тыныштықты сақтау үшін кейде өз сөзін де, өз ашуын да құрбан етеді. Әйелдің шынайы күші. Қариялар әйелдің күшін айғайдан емес, ішкі сабырынан көрген. Сабырлы әйел бәрін көріп тұрады, бәрін біліп тұрады, бірақ бәрін айтпайды. Сол үшін айтылмаған сөз аман қалған жүрек деп үйреткен. Бұл сөздер не үшін айтылды? Қариялар ешқашан мынау жаман, мынау жақсы деп кесіп айтпаған. Олар тек өмірден көргенін аманат қылып қалдырған. Себебі бір үйдің күйреуі бір адамның емес тұтас ұрпақтың ауыр жүгін арттырады. Қариялардың келінге айтқан ең қатал ескертулері. Көпті көргендер кейде жұмсақ сөйлейді, кейде турасын айтады. Ал кей сөздері бар, ескерту емес, шек қою. Солардың бірі, бір үйдің отын өшірсең, өз бақытыңды да өшіресің деп келінге қарата айтылған. Қариялар үшін келін жай ғана әйел емес, шаңырақтың иесі болашақта. Сондықтан олар келіннің бір күндік ашу үшін ұзақ жылдық байланысты үзбеуін қатаң талап еткен. Кәріліктегі 4 әйелдің тағдыры. Қариялар жас кезіндегі мінездің кәріліктегі бейнесін жиі салыстырып айтқан. Ақылды әйел кәрілікте оның үйі бос болмайды. Баласы да келіні де келіп халін сұрайды. Себебі ол ешкімнің жүрегін ауыртпай өткен. Жақсылық еккен, мейірім орады деген осы. Төзімді, бірақ өзін жоғалтпаған әйел. Ол өмір бойы сабыр сақтаған, бірақ шегінде білген. Сол үшін оны сыйлайды, сөз өтеді. Өзін ғана ойлаған әйел. Кәрілікте ол жиі ренжиді. Себебі өмір бойы өзіне көңіл бөлуді талап еткен адам қартайғанда жалғыз қалады. Ал ірткі салған әйел бұл ең ауыр тағдыр. Үйі бар, бірақ ішінде жылу жоқ. Баласы бар, бірақ жаны жақын емес. Ол кезде кешірім сұрау да, бәрін қайта бастау да қиын. Сонда қариялар кәрілік мінездің айнасы деп күрсінген. Жақсы әйел өзін қалай сақтайды? Ақылды әйел әрдайым өзін емес, нәтижені ойлайды. Мен не айттым деп емес, менің сөзім не әкелді деп өзіне есеп береді. Ол әр сөзінен бұрын салдарын ойлайды. Әр ашуын шығарарда уақытын күтеді. Әр дауда жеңуді емес, тыныштықты таңдайды. Сол үшін өзіңді жеңе алған, үйді жеңеді деген сөз қалған. Қариялардың аманаты. Ең соңында олар бір-ақ нәрсені айтып кеткен. Әйел бақытты болса, үй бақытты емес. Үй тыныш болса, әйел де бақытты. Сондықтан бақытты айқаймен емес, сабырмен іздеген. Өз орнын, өз сөзінің салмағын білген әйелді қазақ қашанда биік қойған. Үйде айтылған сөзді сыртқа шығарма, береке іште ғана тұрады. Ашу келгенде сөйлеме,
Сабыр келгенде шешім қабылда. Еріңді елдің көзінше төмендетпе, өз беделіңді де жоғалтасың. Бір реніш үшін көп жылдық сыйластықты құрбан етпе. Туыспен араздастырған әйел түбінде өзі де жалғыз қалады. Баланың көзінше әкесін жамандама, балаңның болашағын жамандама. Әр сөздің салдарын ойла, сөз қайтпайтын оқ. Өз мінезіңді ақтамай, түзетуге тырыс. Көре алмаушылықты көңілге жолатпа, ол үйді іштен жейді. Сабыр үнсіздік емес, өзін ұстай білу. Әр дауда жеңуді емес, тыныштықты таңда. Ердің қадірін үйде өсір, сыртта өзі артады. Ана сөзі баланың бағыты екенін ұмытпа. Үлкеннің алдында тілге ие бол, абырой сонда. Біреудің отбасын өз үйіңе өлшем етпе. Қанағатты үйрен, тыныштық соның жанында жүреді. Өз бақытыңды өз қолыңмен бұзба. Кешіре біл, бірақ жаман мінезге жол берме. Әр күніңе бүгін үйіме не қостым деп есеп бер. Еркектің әлсіз жерін емес, жақсы жағын күшейт. Ашумен басталған сөз өкінішпен аяқталады. Үй ішіндегі ұрыс баланың жүрегінде із қалдырады. Өзіңді өзгерту, өзгелерді өзгертуден жеңіл. Тыныш таң ең үлкен байлық екенін түсін. Бір ауыз жылы сөз үйді сақтай алады. Мінез уақытша емес, тағдыр екенін ұмытпа. Өз тіліңді тәрбиелемей, өміріңді түзете алмайсың. Ақылды әйел өз орнын сөзбен емес, ісімен көрсетеді. Ірткі салма, із қалдыр, із қалдсаң, артыңнан дұға ереді. Тыныштықты сақтау кейде дұшпанмен күресуден күшті. Үйдегі әр әрекетің болашақ ұрпаққа үлгі. Ашулы сөзден бұрын жүректің дауысын тыңда. Сабыр бұл күштің емес, даналықтың белгісі. Қателікті мойындау әлсіздік емес, ерлік. Жақсылықты ертейік, кешігіпексең, жемісін басқа жинайды. Кішкентай реніш болашақтағы үлкен өкініштің бастауы. Өмірдегі ең ауыр қателік уақытты босқа өткізу. Ер адамның қадірі сыртта емес, үйінде анықталады. Өзіңді өзгерту ең қауіпсіз және тұрақты әдіс. Бір ауыз жылы сөз оңдаған жанжалдың алдын алады. Қанағатсыздық адамның ішкі бос екенін көрсетеді. Басқаның бақытын құрметтеу өз бақытқа жол ашады. Қиындық мінезді емес, жүректі сынайды. Ескі ренішті көтермеу, өткенге көбірек құрмет көрсету. Ақыл бастаманы емес, нәтижені көру. Өзіңді жеңе алмаған адам өзгелерді де жеңе алмайды. Тыныштықпен шешілген дау жүректегі жараны емдейді. Отбасы тек үйде емес, жүректе жасалады. Өз әрекетің үшін жауапкершілікті әрдайым өзіңе ал. Көргенін ғана емес, түйгенін де бағала. Уақытты босқа өткізбе, ол қайта келмейді. Күшті адам тек физикалық емес, ішкі тұрақтылығымен бағаланады. Өзіңді тыңдай білмесең, өзгелерді де тыңдай алмайсың. Өткенге өкпелі болма, ол тек сабақ береді. Ақылға салынған сөз ешқашан ұмытылмайды. Өмірде кішігірім жеңіс, үлкен жеңіске жол ашады. Кішіпейілділік нағыз абыройдың бастауы. Тыныштық кейде ең қатал шекараны белгілейді. Қиындықты кешіру өзіңді жеңудің ең жеңіл жолы. Өз ниетің таза болса, қиындықта жеңілдейді. Бір деңеге асықпа, бәрі өз уақытында келеді. Қорқыныш іс қимылдың емес, ойдың шектеуі. Байлық емес, сабырлы өмір ең құнды мұра. Өмірлік сабақ көбіне күйзелістен келеді, сондықтан оны құрметте. Жауапкершілік еркектің де, әйелдің де ішкі тірегі. Адалдық тек сөзде емес, іс қимылда дәлелденеді. Тәуекел тек ойлап, өлшеп жасалса, жеміс береді. Отбасы мен достық кез келген қиындықтан күшті. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз.
сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыз.